өзіміздің дайындаған тактикамызда, стратегиямызда мен ойлаймын, бүгін енді 100% болмаса да 90%-ға біз көрсеттік. Сондықтан әрине бізде де мүмкіндіктер болды. Жақсы біздің шабуылда болды. Қарсыластарда соңғы мына екінші қарсы шабуылдарда біз алға барғанда мүмкіндіктер болды. Бірақ біз ойлаймын, бүгінгі ойын біз әділетсіз болды деп ойлаймын. Біз кем дегенде тең ойнауымыз керек еді. Өйткені біздің еңбегімізді, қаншама денсаулығымызды бір сықырып шешіп кетті деп ойлаймын. Өйткені мына соңғы біз гол салған кездегі соңғы минуттардағы біздің ойыншы таза ойнады, ешқандай. Сондықтан ойлаймын, енді төрешілер адам болмасын, олар да қателеседі. Сол қателік бүгінгі ойынның нәтижесіне кесірін тигізді деп ойлаймын. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса? Таныстырып қойыңыз. Бақытжан Көпбаев, Ақтас ақпарат агенттігі. Нұреке, енді өзіңіз Қазақстанға абыройыңыз бар азаматсыз ғой, өзіңіз футбол әлемінде сыйлаймыз өзіңізді. Ойын енді тең болды деп есептейміз өзімізде. Бірақ енді есеп сәт шешеді ғой. Нұреке, өз командаңызда кімді ерекше белгілер едіңіз? Кімнің ойыны сондай болды? Және одан кейін екінші сұрақ бірден айтыңызшы. Тактикалық жағынан осы жолғы тактикаңыз өткендегі Ұлытаудың жезқазған өзіндегіден өзгеше болды ма, қалай болды? Бірінші сұраққа мен ешкімді бөліп жармаймын. Бүгін алаңда бір ұжым болды, ауызбіршілік болды, команда ойнады. Әрине, әркім өзінің позициясында, әркім өзінің сол ойын кезеңдерде бәрі жауапкершілікпен ойнады. Сондықтан әрине біз одан да жақсы ойнауға болады. Біз әлі дамимыз, жетілеміз. Екінші сұрақ, әдіс жағынан келсек, тактика жасынан біз стратегияны ғана өзгерттік, тактика өзгерген жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, біз құраманы да өзгерттік үйдегі ойынға қарағанда. Сондықтан ойлаймын, ол дұрыс шешім болды біздің бапкерлер штабында. Балалар да соған жақсы көңіл бөліп ойнады. Сондықтан біз өзіміздің тактика, стратегия ауысқанымен біз структураны ешқашан ауыстырмаймыз, өзіміз структурамызбен ойнаймыз. Яғни анықтаушы осы сұрақ. Яғни Нұреке, сіздің стратегияны өзгерткеніңіз бұл ордабасының өзінің үйреншікті шағын пастармен ойнамай, алыстан әуелетіп жіберуге мәжбүрледі ме сонда? Енді білмедім, мен олар бізді бірден қысымға алғысы келді деймін. Басында оларда көп сол жаңағы сіз айтқандай бірден алдыға ойнады, бірақ біз оған дайын болдық. Әрине, кейбір кезеңдерде Ордабасының ойыншыларының шеберлігі әрине жоғары болды. Сондықтан ойлаймын, бір сондай детальдар бар кезде бізде де қателіктер болды. Оны енді футбол болған соң қателіктер болады. Бірақтан нәтиже соңына шейін 1-0 и соңында біз салған гол ойлаймын. Сондықтан соңғы жаңа сіз айтпақшы, ең басты нәтиже ғой. Сол кіргенде біз ойлайтын басқаша. Әрине, Ордабасыға қазір олар жақсы келе жатыр, бірінші орында келе жатыр. Оларға мен ойлаймын, енді көмектесудің де қажеті жоқ. Ол команда өзінің күшімен ойнайтын ұжым ғой. Сондықтан білмеймін, ол көмектесті деп айта алмаймын, бірақ сол қателік, төрешінің қателігі бүгінгі ойынның нәтижесінде кесірін тигізді. Нұркен аға, енді мынау Шымкентке қош келіпсіз. Бәрімізге белгілі, мынау төсеніш жағы біздікі табиғи төсеніш ойыншыларына ойын өз жаңағы уровеньді көрсетуге бір кедергісін келтірді ма? Енді қатты келтірген жоқ деп ойлаймын. Әрине, ол кейбір болды. Басында біз бір-екі бала тайғанақтап құлағандай болды, бірақтан Ордабасының ойыншылары бір-екі рет тайғанап жатыр. Ол енді
Бирактан bunday жақсы төшеніш, мен ойлаймын, егерде Қазақстанның барлық жерінде осындай төшеніш болу керек қой. Әрине, жасанды табиғатымен ол жасанды деген сөздің өзі да. Адам табиғаты сол табиғат берген шөпті ойнаған жақсы ғой. Өйткені ол сезімінде, оның шөптегі ойын ол басқа. Мен өзім, бірақтан біздің футболшыларға рахмет. Біз көп ауысамыз, бірде жасанды, бірде табиғи. Сондықтан әрине көп емес, но кедергілер болады. Оны енді детально айту көп әңгіме болып кетеді. Егербай Ғадат Ордабасын Юз. Нұркен Қалдыбекұлы, менің сұрағым бұл ойыннан тыс. Сізде осы Шымкент футбол түлегі Сағи Маликайдар деген ойыншы болды. Осы ауысым кезінде ертіш сапына ауысып кетті. Ал ол ойыншы сізде жүрген кезінде, орысша айтқанда прорыв года дейді ғой. Жыл жаңалығының бірі болып енді ашылып келе жатқан ойыншы сіздің оң қапталыңызды, сол қапталыңызды ойнап беріп, сізге көмегін көрсетіп жатыр еді. Оның ертішке ауысуының себебі неде? Бұл агенттердің себеп агенттер болды. Өйткені олардың жаңағы кезіп шартта сондай пункт бар екен. Енді әрине біздің Сағи бізді және ол қиын жарақаттан кейін қыста келді. Біз оған сенім арттық. Ол сенімді ақтады. Содан кейін мен ол жігітке айттым, енді ақыры ауысатын болса артына қарама. Ол жігітке өсу керек. Болашақта ұлттық құрамада ойнайтын жігіт. Егер жақсы жұмыс істесе. Сізде ойнап жүр, шақыртылды. Сондықтан енді ол футболда қазір біздің тенденция ғой. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, бізді айналып ауысып жатыр бірінен бірі. Бәрі агенттердің әңгімесі ғой. Сұрақтарыңыз бар ма? Соңғы сұрақ болсын. Соңғы сұрақ деген. Нұрекен енді бренд қойып қояйықшы. Бұл кісінің өзіміз. Нұреке шынында айтады, көргеніме қуаныштымын. Сіз расында Қазақстанда Нұркен Мазбаев деген брендсіз. Нұреке былай айтайын деп, яғни жаңа әріптесім қолдан деп өткенде Мали Венгрияда ойнағанда мақтанып еді. Бізде осындай шапшаң поле, быстрый поле деді. Бізде Шымкентте ғана бар деді. Яғни бүгінгі күнде Шымкенттің алаңы Қазақстанда ең жақсы алаң деп айтуға бола ма? Енді ең жақсылардың бірі Қайраттың алаңы. Бізде енді Түркістан сәл өзгешелеу. Сондықтан ойлаймын, мен даже анау Қайраттың алаңында бір өзгешелігі бар. Өйткені оларда білмеймін қанша пайыз синтетика қосылған. Табиғимен өзі аралас. Сондықтан соның бір кейбір кезде доптар шиырылған кезде өзінің бір жылдамдығымен сәл қиғаштап кету болады. Біз білеміз, байқаймыз. Өте жақсы алаң. Және де ойлаймын, енді бұл кейбір кезде көп суғарып қойма, бірақтан доп жақсы жүреді. Сондықтан асты жағы сәл жұмсақ болғаннан кейін футболшылар аяқ тайып. Енді әрине олар дұрыс жаңағы шипы дейді ғой, соны не болу керек, таңдап алу керек. Ең соңғы сұрағым деді. Өткенде де осы жолда Йонсын гол салып жатыр. Йонсын жайлы қандай ойыңыз бар? Бағасын айтыңызшы. Енді Йонсын ол енді Норвегияның ұлттық құрамында ойнаған ойыншы ғой. Қандай жақсы ұжымдарда ойнаған. Әрине деңгейі биік, бойы да биік. Сол екеуінде баспен соқты. Бүгін баспен соқты. Біздің де баспен. Сондықтан өте жақсы трансфер деп ойлаймын. Алда басқа. Өйткені ол өзінің нәтижесімен көрсетіп жатыр. Екі ойында Гол бір асыс. Бүкіл команда болып Йонсонға ойнауға болатын ойыншы ма негізі Йонсон? Сіздің ойыншы. қалай дейсіз? Мен өткенде де малдарға айтып жатырмын, неге бүкіл команда болып Йонсонға ойнамасқа, Йонсонды максималды пайдаланбасқа деп. Енді ол жүйеге байланысты бар, әрине ол тек оған ойнау деген. Сіздер профессионалсыздар ғой, біз жоқ, мен айтып отырмын, жоқ енді ол әлі максималды ашуға бола ма Йонсон? енді ол былай жас емес қой енді, бірақ тәжірибесі мол, мүмкіндігін екі мүмкіндіктің біреуін салып кетіп жатыр ғой. Ондай шабуылшы қай ұжымға болса артық болмайды. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңдар. Жақсы, рахмет. Аймақтарыңызда қай кезде болса Ұлытауға да жанкүйеріміз ғой. Рахмет. Қалдыш, өркен туралы негіз өркенді алдыңыз. Жайлап. Орда ұнаттыңыз. Ол дамиды. Жас бала ғой. Adasını